Үшінші бөлім бірінші оқылымы. Қош жұлдыздай жайнаған бойжеткен қарындастарына екеуі де жылы жүзбен күлімдей қарасты. Ой бәрекелді, біздің қыздар осылай болса керек еді ғой. Достықтарың ұзағынан сүйіндірсін. Тасбастаудың суы өте суық болар, жүздерің жаурай қалған екен. Деген Қызырбек желбегей жамыла қалған палтосының жағасын жеңіл көтеріп қаусырнып қойды. Өңі қуқыл тартып ерні кеберсіп тұрса да сыр бергісі келмеген Мәриям миығынан жымиып ағасына қарады. Ердана оны балада еркелетіп бауырына тартып шашынан иіскеді. Жас ботадай жарасым тапқан қарғаларым, бір-біріңді сыйлап қорғаштай жүріңдер. Мәрияш, өзіңнен аумаған сырлас дос тапқаныңа көңілім орнығып қуанып қалдым. Елдің көркі ақтоты десе дегендей, текті атаның баласы ғой. Жақсының жаттығы жоқ деген осыда. Аты кім болды досыңның? Аты Пәтика, екеміз түйдей жасты екеміз. Біздің үлкен ағамыз Ботекеден туған Пәтика деген қызымыз осы болады, деп Қызырбек толық таныстырып қойды. Сонымен олар бұлақ бойында көп аялдап тұрмады. Пәтика мен Мәриям қолдасып өз үйлері жағына кетті де, Қызырбек пен Ердана кешегі Ақбоз үйге қарай аяңдады. Мамырбектің бұл аулында Көгадай ұрпақтарынан тысқары Алтайдан пана тұтып ауып келген Әбілпейіз ұрпақтарынан жабағы Сәмен бопы жұрсы Қанқожаларда өз алдарына бір-бір ұруға айналып кеткен екен. Бұлардың ішінде әкімшілік салауат, ауқаттылық жақтан ең ырық-торынды елейтін әулет тағы да сол Көгадайлар. Ішінара байлық мәнсап жағалағандары төресін де қарасын да қанат астына алып, іргелерін бөлек салып кеткен. Ал ілгерінде кейінді қоныс аударып босқын болып келген ағадай ұрпақтары қараша қауымнан көп парықты емес секілді. Төрт түлігі тең өскен Үкіртай ауылының малын бағысатын, отын жағысатын, 4 маусым көшіріп қондырысатындар негізінен сіңбелері болып келеді екен. Қазына мүлік, мал жан есебі Қызырбектің қолында болғандықтан жарлы жақпайлы туыстарына тар қолдық істетпей, ай сайынғы жалақысының сыртында көже қатық сауын мал тағы басқа бұйымдарды аямай беріп тұратын көрінеді. Қызырбек өзі билеп отырған Керей уақ елінің сорға бетіне шығатын жақсы мен жайсаңдарын қадір тұтып, әуелі кезінде әкесі Мамырбекпен үзеңгілес болған ру ақсақалдарының алдынан кесет өтпестен ақыл бөлісіп ұстаз санаған. Шындығын айтқанда, майды жайырды тұтасымен барлықтың жарым бөлігін алып жатқан жеті зәңгі елдің шып-шырғасын шығармай жөнге салып басқару жай ғана ат қара салатын міндет емес еді. Онсыз да Керей мен уақ және бір зәңгі теріс таңбалы ел болсын, бәрі де оңай оспақ әулеттер емес. Кешегі ана орыс империясымен жауласып, ажымен дауласып, өз бостандықтарын аңсап, үздік-создық көшіп келген жауынгер ел, өте күшпейіл жіңішкелікпен жөнге салып, бірде болмаса бірде еркіндік тізгінін бере жүрмесе, қара дүрсін күшпен билеуге келтірмей кететін тұстары да бар. Жұмағұл, Саржан, Есет, Мырды, Қалмақбай, Көбен сынды көкжүлін батырлар, Елубай, Тердікбай, Бұланбай, Құмшабай секілді жауырыны жерге тиіп көрмеген палбандар, Қожақымет, Дүйсенбі, Мұқы, Бұғыбай сынды дуал ауыз көріпкел әулиелер, Топай, Темір, Қанай, Мауқара, Ереке, Елтоқ, Қарағыз, Бөлкөндік қатарлы майталман би-шешендер мен Сайлыбай, Бәлғалам, Бейсбай, Мағауия, Ақымжан секілді ақын әнші күйші өнерпаздар шыққан бұл елдің айбыны асқақ айдыны шалқар еді. Ең кемшілігі надандық жайлап санасының ашылмай қара түнек ішінде жасап жатқандары мұңға батырады. Төтін бастары да жыл сайын еселеп артып, мал басы да молайып, жер суға сыймай қалу қаупі де күшейе бастаған. Қашып пысып келген босқындардың өзі бір зәңгі елге жетпесе де жеті қабыл. Әлі қаншасы келеді, қаншасы кетеді беймәлім. Ел болған соң қайшылық қақтығыстар туылмай тағы тұрмайды. Сыртқы жауды қойғанда іштен іріткі салатын содыр соқтанақтар, дау-көз, сыңар езу, салым алаяқтар жетіп асады. Көмендаң билеп төстеген кейбір үстем тап өкілдері қатыгездікке мініп керісіне баққан заманды келтіріп шыққан кез еді.
Түрлі алман салықтар Қарашаның қабырғасын қайыстырып та жіберген. Соның салдарынан Ерен тау баурайындағы Манас, Шиқу, Бұратолат, Жың, Тақия, Шегешор жаққа қарай ауып көшіп жатқан ауылдарда аз емес болатын. Туғанбай сыбырласа ел көшеді, тоқтаған ел айдаған деген аңыздар шыққан мезгілге тура келеді. Енді ғана ел іргесін аттап панасын тілеген Ерданаға бұл елдің тарихи парағын ашып түсініп жетуге әлі тардай уақыт бар секілді. Қызырбектен естіп білгендері тек шолу ретіндегі бір тарауы ғана болар. Қасқырды асыраған төрт аяғы демекші, жұмыс істемей қалай күн кешірмек. Ашаршылықтың алапатын алысқа қалдырып, жолдары болып Жомартауға жолығып қалды. Осындағы тегін май шұрқатқа кіріп алып, кеңірдек оттата беруі Қызырбекті қойғанда Құдайдан да ұят болар. Оның не істесе де бәрі де қолынан келіп тұр. Қызырбек одан қолыңнан не келеді дегенді сұрау керек еді. Алайда ол жағынан ештеменің шетін шығарған жоқ. Мүмкін жайланып жақсы тынықсын, сонымен қатар ауылдың жалпы жағдайын түсініп, елмен танысып білісіп алсын дегенде болар. 10 күнге дейін Ердана мен Мәриям сыйлы қонақ ретінде күтімде болды. Онсыз да бұл ауылдан алыс жақыннан келіп кететін қонақтардың аяғы бір сәтте үзілмейді екен. Күніге ұсақ қарасы болып нешелеген мал сойылып, неше жерден қазан асылады. Солардан асып табақтан қайтқан тамақ сорпа судың өзі де қарға құзғындай қаптаған қазаншы көтеушілерді асырауға асып жетіп жатқандай. Ақыры Ердана Қызырбекке қолайлы жұмыс беруін өтініп көрді. Сендей 8 қырлы бір сырлы білімді азаматты Құдайым бұл елге бекер айдап әкелмеген болар. Мынау шағын ауыл төрелері менен керей уақ балалардың көзін ашу, көкейтесті арманымның бірі еді. Өз әлімше оқу білімнің шырағын жылтыратып жаға бастағанымды алда айтып өттім ғой. Сол шамшырақтың сәудесін ұлғайтып жағатын ағартушының бірі сен болып қаларсың. Бірақ бұл игі бастаманы бүгін ертең бастап кетуге келмейді. Өйткені 3 тауды алып жатқан 7 зәңгі елдің арасы тарқақ, көшпелі ел. Ауқатты бар, бай біліктілер ғана қаражат шығарып бірер баласын оқытса оқытар. Оған сауын айтып, тұрақты орта жаратып беруге аз уақыт кетпейді. Сондықтан ерте бастан ел құлағына сала жүріп, күзгі жиым терім ақырласып, ел қыстауға орналасып болған соң қолға алсақ та кеш болмас. Ал ол уақыт келгенге дейін басқа жұмыс істеймін десең, ол жағы да жетерлік. Қолыңа таяқ ұстатып, қой соңына ертіп, болмаса қазан ошақпен жағаластырып күлді-көмеш қып қойсам, оным да саған да маған да намыс болар. Байқасам жылқы мінезін тани білетін атбегілік өнерің бар көрінеді. Біздің ауылдың жылқышылар шеттерінен елгезек, сайып құран жігіттер, сақа жылқышымыз Аққаздан Құлдай, Боданбай, Сыдық Сүлеймендер, қайраттарына ақылдары сай, жорт уылшы батырлардан кем емес келіскен азаматтар, солардың қатарына қосып қояйын. Ат үсті түз кәсібі, жалақың ақсатпай беріледі, деді Қызырбек. Оған дән риза болған Ердана жылқышылар тобына қосылып кетті. Қарындасы Мәриям екеуі кішілеу баспана қалқайтып тіршіліктерін тыңнан бастады. Тұрмысқа қатысты бұйымдардың ешбіреуін басқадан сұрап, ие болмаса қарызға алған жоқ. Қызырбек өзі жабдықтап берді. Ал ауқатты көрші қолаңдар да көмегін аямады. Мүмкін олардың бой жеткен қыздары барлар Ерданадан, бозбаласы барлар Мәриямнан дәметкенде шығар. Туыстас адамдардай жақын тартып араласа бастады. Қоңыроба сазының батыс солтүстік жағында, үлкен Саршоқының бауырында кішілеу ғана тағы бір саз бар болатын. Ел оны бала саз деп атасатын. Ертеректе Қоңыроба сазы аға саз деп те аталыпты дейді. Майлы тауы менен Барлық тауының аралығын тұтастырған бұйратты тау сілемшесінің ең шоқтықтысы Саршоқы болып көзге ең алдымен мен бұндалап тұратын.
Ağa saz ben bala sazdың ара қашықтығы қозы көш жер деп межелеуге болар еді. Күн шықпай, ілгерінді кейінді атқа қонған жылқышылар сол шар шоқыға бір шықпай кетпейтін. Күрең атына мінген ердана сар шоқыға шығып төңірекке көз қыдырта бастағанда аты кісінеп қоя берді. Батыс жақтағы сиыр бүйректеніп жатқан болдырмақ арасынан іле-шала тағы бір жылқының кішінеген даусы естілді. Ол өзінің кератының даусы екенін жазбай танып салып ұрып сонда жетті. Оны талай күнден бері бір топ бош жылқыларға қосып, артынан қалмай қайырмақтап үйлестіріп қойған болатын. Керат ердана мен күрең атты көре салысымен оқыранып шауып жетті. Ердана күндегі әдеті бойынша аттан қарғып түсіп, шытқа түйілген туған жердің топырағын иіскетіп алып, бір шақпақ қантын аузына салып, кекілінен сылап сипап тұрып: "О, жануарым, сен де мен де жеріңді көксеп сағынып жүргеніңді білемін. Басың аман, тұяғың бүтін жүре бергей. Күндердің бірінде сол ата мекеннің дәмі тартатын кездерде болар. Оғанға шейін бұл жақты мекендеп жүре тұрайық. Қаны таза, нәсілі бөлек, адамдай ақылы бар жануарым. Ең мен және Мәриямды досың мына күрең атты тастап кетпегейсің", дегенді айтып атына қайта мінді де кератты бүйіріне қоса салып Саршоқының жалғасындағы тағы бір қыратқа шықты. Шығыс жиекті қызыл нұрға бөлеп күн көтеріліп келеді. Қыбыладан соққан қоңыр жел жота жонның туысырдын аймалап, көк ала бетегеден болмашы ызың шығарып тұр. Теректінің оңтүстік саласындағы адырлы алқаптан бірнеше үйір сауын биелерді қиқулап айдаған сыдық, шеттегі белегірден асырып, жазықты бойлатып ауылға қарай еңкейіп кетті. Ердана оңтүстік бағытқа беттеп, Майлының солтүстік қарсы жағына біткен үлкен төбеге тіке тартты. Сол жақта бірнеше қысырақтың үйірі бар дегенді алдыда Сүлеймен айтқан болатын, соларды сырттай шолып түгендей кетуді ойлаған. Ол Майлы мен Баласаз аралығындағы босаға бөктерді жиектеп, әлгі үлкен төбенің етегіне ілінгенде, қанаттас биік жалдан шыға келген бір адам төбеге одан бұрын жетіп атынан түсті. Оның Боданбай екенін Ердана қасына келгенде бірақ таныды. "Ассалаумағалейкум Бодеке, осы төңіректегі Керей ауылдарының біріне қонып аттанған жоқсыз ба? Бізге маңғараңызды көрсетпей кетіпсіз ғой", деді. "Уағалейкум әссалам, кел, мырзам, мен атқа қонғалы қай уақыт, жұлдыз сөнбей тұрып кеткемін. Бұл аумақтағы жылқылардың ұзын ырғасы түгел көрінеді. Мына Қарағанды алқабындағы тұйық су, тамшы, құлаған тасқа дейін қаңғылестеп бара беретін бірнеше саяқ қайқырдың үйірі бола беруші еді. Оларда көп ұзай қоймаған екен. Арғы шетін бері көмкеріп, Ұзынбұлаққа қарай жинақтап тастап келе жатқан бетім осы. Мен ғой мына тұрған Саршоқыдан ұзап, мандып жорта алмадым. Жер сырына қанығып аттарын жаттап бола алмай жатырмын. Ең ұзап шыққан күнім бүгін ғана", деген Ердана күреңінің тізгінің қаңтарып шылбырын білегіне орай келіп отырды. "Тауда туып таста өскен қазақтың баласысың ғой. Жолға зерек болатын жөнің бар. Бізден қалмай еріп жүрсең, тоқымдай ғана бұл өңірді қойғанда, Тарғыбатайдың төрт төңірегінен жортпайтын жерің танымайтын елің болмайды. Осы отырған төбеміз Майлының бәйге төбесі деп аталады. Алтайдан біздің керейлер ауып келгенде Төлберген дутайына қарасты ел болып құрылып, өз іштерінен төрт бүй төбе сайлап, іргелерін бекемдеген екен. Жантас Тәуке баласы Мұқы би мынау күрең бұлаққа ордасын тігіп, елі мен жеріне құт береке тілеп ат жаптырып, той жасап берген екен. Дабыралы тойдың қызық думаны осы төбеде өтіп, әр түрлі өнердің жүлдесі осы төбеде беріліпті. Сол күннен бастап бәйге төбе деп аталып кеткен. Талай-талай ас тойлардың ат бәйгесі осы төбеде өтіп келеді.
Erdana bауырым, meni maqtançaq eken dep kalıp жүрme. Basımdan keçken bir әңгімені айтып бергім келіп отыр, dedi Bodanbay. Ay bärekeldi, aytыңыз, dedi Erdana kalpağın alıp tizesine koyup. Urrugum abak gereydin Jantekeyi atasынан taraytın, Yitemgennin Kutluğada mevlüdünden Adam Bisarı Äkem Adırbaydan Taňabay, Maňabay, Jaňabay, Bodanbay atlı tör duldugamyz. Maylı toprağında dünýege gelip köşbeli elde atjalyn tartyp berjetdim. Mamurbek Ukurtaydyň awulyn jagalap jylgysyn bakkaныma da 20 ýyldan asyp barady. Jırtılıp ayrılıp jer kaýıştyrgan kalyň jylkyny kışta boýga, жазda kırga baktyk. Özümde jylky dese ölermen edim. Şaşaşyna şaň rokbas neler saňalaklarda baptaýdyn atbegli gönerge dejetilgem. Kaýsy bir ýyl bolsa bizdiň maýly kereýiniň mälim bir ykbaldy baýy gaýdys bolup, keler ýylynda at japdyryp as berdi. As iýeleri de ösüp örköndögen kindik däwlet boladyn. 4 ay burun elge sawun aýtyldy. El jaýlawga ornugyp bolgan şilde aýynyň orta şeni maýly jaýyrdagy 7 zäňgi elde kosbaganda barlykdyň terskeý betin alyp жатkan Naýman elinden de Alaman beýge öküle bata kelgendir az emes. Naklyly jaryşga şabatyn atsdan alpysdan asty. 30 şakrymda 40 şakrym gaýdalyp 15-de 20 atga jüldi beriledim bolup durakdandy. Birinçi kelgen attyň bäýgesine ak jamba bastatgan 3-9 beriledi dep jarýalady. At aýdawçy kereşi daýaşyp bäri de maňyzly minnetlerini moýunlaryna alyp sakalay saýlanyp atga gondy. At jabatyn jer uzak bolgandykdan erterek aýdaldy. Palwan salu, kız gowu katarly oýunlar akyrlasa beri, sonow burul baytal keň suwdyň aňgaryndan şabandozlardyň barany da baýkala bastady. At koskandar da kosbagandar da kopaktasyp dowulda bala jönöldi. Oňaşarakda dürbüt tartyp oturgan birneşeýiniň kasyna toplasa galgandar körüp geldiň awzyn bakkanday takatsyzdana ereňdesede. Yentelesede, aldyňkysy kanday at sekildi. Baran beken, kılaň beken. Adagy dürbüň aryk görüp durmak özü bire turşy dep dürbüge talasyp jatkandar da bar. Oy paýpoý, atlardyň topany sozulup ak galypdy. Baskasyn bilmeými, birinçi bolup gele jatkan at kara üzüp köş kulas aldyda keledi janybar. Baranda emes, kılaňda emes, Gubaň eken. Gubaň bolsa Kaýsyrowdyky boldy. Asygyp aptykmaňdar, taýasyn berdaman. Bögen aýyn aýtyp beremin goý, dep dürbüt atuşy orundan köterildi. Däl sol gözde şetrekde kuguldaşyp durgan toplardan yer gökşö degen uran köterildi. Olardyň içinde de dürbüt tartyp durgan bir ekegi bar bolsa gerek. Al endeşe. Ugak atanyň urany goý munaw. Kaýsy ugagy boldy, eskisimi jaňasyma? Kaýsy ekeniň kaýdan bileyik? Eskisi de jaňasy da yer gökşölep bäýgete beri bastaryna köşürdi goý. Hudaýa kız geljekleri de urandap jatgandaýma dep Kereý men Naýman dyrjagy göz aldaryna şuwlasyp ketdi. Sonumen 2-nji at, 3-nji at, 4-nji at, 5-nji at art-artyndan tanylyp, olarga katysty urandar şakyrylyp birewdi birew bilmeý ýurt seňdeý soglusdy. Daýaşy azamatlardyň bergi şetinde turgany birinçi kelgen Kergulatdyň üstündegi şabandozdyň baskyýmyny aldy. 4-de 5 ugak jigitleri aldyndan çygyp dizgin çylbyrlaryndan alyp top aldyndan urandap şawup etdi. Sol mezetde Kergulatdyň süýek bütünbine közüm düşüp ketdi.
6 жастан аса қоймаған қоды сенің мына көрөң атың секілді. Торқы шағындау болғанымен, әр мүшесі бөлектеніп шымыр біткен, төрт аяғы сом жаралған, бота тірсек сіңірлі келген, алды биік арталаса болмаса, арты биік алдыраса дейтін емес, арты алды бірдей тең, өрмен ылдиға бірдей шабатын, қолтығына қосорай біткен тесік өкпе, жел табанның дәл өзі екен. Бапкері де қылбабына келтіріп жаратыпты. Көзіме жылышырап болмаған соң, төрт қырынан тұрып, тесіле қарадым. Жалғасы келер оқылымда.